Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Айнұр. Мен сіздерге бүгін осындай керемет болып жасалынатын шоколадты печеньенің рецептін ұсынамын. Біз ол үшін ең алдымен осындай кастрюльге шоколад саламыз және сары май саламыз. Және ол екеуін бірігіп ерітеміз. Шоколадты массамыз дайын болғанша біз ыдысқа 2 жұмыртқа саламыз. Және оның үстіне қант салып, миксердің көмегімен жақсылап шайқаймыз. Міне осылай көпіргенше шайқап шығамыз миксермен. Енді біз шоколадты массамызды құямыз. Ол шоколадты масса өте ыстық болмау керек. Егер ыстық болса, біздің жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Сондықтан оны суытып барып құямыз. Және де миксердің көмегімен тағы да араластырамыз. Міне араластырып болдық. Енді біз құрғақ ингредиенттерді қосамыз, яғни ұн мен қопсытқыш. Оларды осындай електен өткізіп барып қосу қажет. Барлығын бірдей қосып жіберуге болмайды. Себебі біздің қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Барлығын қосып шығамыз. 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз. Міне менде осындай қамыр шықты, қою болып шықты. Енді оны біз қасықтың көмегімен осындай противенге саламыз. Мен арнайы пергамент қағазын пайдаландым. Егер де сізде пергамент қағазы болмаса, онда күнбағыс майын жағып печеньені салсаңыздар болады. Міне видеода көрсетілгендей осылай салып шығамыз. Енді біз печеньеміз бір тектес болу үшін оған күнбағыс майын қолымызға жағамыз, осылай тегістеп шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 170-180 градуста шамамен 10-12 минут пісіреміз. Менде печенье дайын болды. Осындай жұмсақ әрі күшті болып шықты. Ол сырты қытырлақ болғанымен іші өте жұмсақ болады. Мен міне осындай бетіне сәндікке қант ұнтағын септім. Қалауынша басқа да тәсілдермен сәндуге болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген рецепттер болады. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.